батырлығы, ұстаз болу сезімнің ақылдығы, ұстаз болу мінездің күн шуағы, азбай тұғын адамның алтындығы деп Қайырбеков жырлағандай, сөзі маржан, үні ән, ұстаздарымыздың бар болғанын мақтаныш етеміз. Құрметті ұстаздар қауымы, сіздерді бүгінгі келіп жеткен төл мерекелеріңізбен құттықтаймын. Сіздерге қажымас қайрат, талмас қанат, дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық, шығармашылық табыс тілеймін. Құрметті әріптестер, сіздерді мына келе жатқан төл мерекелеріңізбен құттықтаймын. Зор денсаулық, шығармашылық табыс тілеймін. Жанұяларыңызға бақыт тілеймін. Әрқашан алдыларыңызда білімді де ақылды шәкірттер болсын. Отбасыларыңызда бақыт ұяласын. Менің ұстаздық қызметте жүргеніме 38 жыл болды. Ал осы мектепте 28 жылдан бері қызмет етіп келемін. Құрметті әріптестер, сіздерді төл мерекелеріңізбен құттықтай отырып, дендеріңізге саулық, еңбектеріңізге жеміс, отбасыларыңызға береке, бақыт тілеймін. Енді мына өлең жолдарын сіздерге арнағым келеді. Тағы да көрдім, тағы да көрем таң нұрын, аязын қыстың, аяулы жаздың жаңбырын, алтынға мейлі толмай-ақ қойсын сандығым, ризамын саған тағдырым. Шаршаған шақта шақырып мені жекпе-жек, басыма менің бақыттан басқа төкпедеп, тағдырым саған келіппін босқа өкпелеп. Өшпестей етіп өмірдің жазған бұл заңын, тосырқап кейде таңырқап менің жүр жаным, кеудемде менің өзің сыйлаған бір жалын, лапылдап жатыр тағдырым саған ризамын. Құрметті әріптестер, бүгінгі келіп жеткен төл мерекелеріңіз құтты болсын. Сіздерге зор денсаулық, шығармашылық табыс, білімді шәкірт тілеймін. Мереке құтты болсын, құрметті ұстаздар. Құрметті әріптестер, келе жатқан төл мерекелеріңіз құтты болсын. Сіздерге зор денсаулық тілеймін, шығармашылық табыс тілеймін. Толағай табыстарыңыз осы жолы мол болып, оқушыларыңыз биік шыңдардан сіздерді көрсетсін. Отбасыларыңызда тек қана жақсылық болсын. Ұстаздық өмірде енді қызық оқиғалар өте көп болады. Соның бірі есімде қалғаны, бір оқушым 2-ші сыныпта жұмбақ құрауға берген болатынмын ойларынан. Сонда өзінің бір құраған жұмбағын сіздерге айтып кетейін. Көзі бар көрмейді, қанаты бар ұшпайды, аяғы бар жүрмейді деді. Соның жаңағы біз бүткіл сынып болып жаңағы жұмбағын шешуін таба алмағанда, жаңағы оқушымыз өліп қалған тауық деп өз жауабын айтқан. Сол бір есте қалатын бір сәт болды. Ол енді оқушым қазір үлкен бір маман иесі болып отыр. Алматы қаласында отыр. Үлкен бір лауазымды тұлға болып отыр. Үлкен жетістіктерге жетті сол оқушым. Мамандық таңдау өте маңызды іс. Менің ойымша, әр маман өзінің мамандығын жақсы көріп сүю қажет. Себебі сол салада өмір бақи қызмет етеді. Мен өзімнің мамандығымды жақсы көремін. Себебі маған балалармен жұмыс жасаған, балаларға тәлім тәрбие берген ұнайды. Мамандығым мақтанышым. Ұстаздық қызмет ету өте қызықты, өзі қиын, әрі қызықты жұмыс деп білемін. Енді осыдан 20 жыл бұрынғы ұстаздардың жұмысымен қазіргі кезде жұмысын салыстыратын болса, қазіргі кезде ұстаздарға көптеген жағдайлар жасалынған. Мұғалімдер қазір уақытымен жаңағы біліктілік арттыру курстарынан өтіп жатыр. Қазір қолданылатын әдіс тәсілдердің түрлері өте көп және тиімді әдіс тәсілдерді қолдану арқылы көптеген оқушыларды жетістіктерге жеткізуге болады деп ойлаймын. Енді қазіргі кезде енді ақпараттық технологияның дамыған заманында қазір оқушылардың білімін көтеруге көптеген жағдайлар жасалынған деп ойлаймын. Егер мен өмірімде ұстаз болмасам, мүмкін аспазшы болар едім. Себебі мен тәтті бәліштерді пісіргенді жақсы көремін.
егер де мен ұстаздық мамандықты таңдамаған кезде әнші болар едім. Әншілік мамандық маған қатты ұнайды. Әнші менің хоббиім. Бос кезде ән тыңдағанды, балаларыма ән үйреткенді ұнатамын. Ұстаз мектептің жүрегі. Я, мен осы пікірмен келісемін. Себебі әрбір шәкірттің бойындағы білімге деген құштарлығын оятатын, сабаққа деген қызығушылығын одан әрі дамытатын ол ұстаз. Білім әлеміне аттаған әрбір шәкіртке хат танытып, оқыту ол ұстаздың қолында. Ұстазы жақсының, ұстамы жақсы деп бекер айтылмаған. Сондықтан да әрбір шәкіртті оқытатын, білім беретін ұстаздардың арқасында саналы ұрпақ тәрбиеленуде. Сол себептен де осынау қиында қызығы көп мамандық иесін таңдап отырған әрбір ұстаздар қауымына, әріптестеріме сабырлық, қажымас қайрат, еңбектеріңіз елеулі болсын деп тілегім келеді. Ең алғаш мектеп табалдырығын аттап, әліппені қолымызға ұстап мектепке келген кезімізде ұстазымыздың балалар өскенде кім боласыңдар деген сұрағын қойды. Сол кезде барлығымыз бір ауыздан космонавт боламыз, не болмаса мұғалім боламыз деп жауап берген едік. Сол арманымыз орындалып, бүгінде ұлағатты ұстаз атанып отырмыз. Құрметті Аяулы номері 13-ші орта мектебінің ардақты ұстаздары, барлығыңызды келіп жеткен ұстаздар күнімен шын жүректен құттықтаймын. Дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық, жұмыстарыңызға шығармашылық табыстар тілеймін. Жас кезімдегі арманым орындалды. Жас кезімде ылғида мұғалім болып армандайтын. Қазір сол арманыма қол жеткіздім. Мұғалім болып істеп жүрмін. Ұстаз. Ұстаздық етуден асқан ұлылық бар ма? Уақытыңмен санаспай, бағытыңнан адаспай ұстаздық ете білу бір ерлік. Ұстаз десе, жүзінен күн нұрындай жылылық ескен барлық ой мен қимыл әрекетке ақылдың дәнін сеуіп, адамзат баласына нұр құятын тынымсыз лаулаған жалын иесін сезінемін. Алдыңғы буыннан тәлім ала отырып, кейінгі жастарға өнеге қалдыруды мақсат етемін. Құрметті номері 13-ші орта мектеп ұстаздары, сіздерді мерекелеріңізбен құттықтаймын. Мұғалім болмасам, дәрігерлікті таңдар едім. Дәрігерлік мамандығы маған өте қатты ұнайды. Құрметті ұстаздар, сіздерді келіп жеткен төл мерекелеріңізбен құттықтаймын. Сіздерге шығармашылық табыс тілеймін. Үздік шәкірттер, еңбектеріңіз елене берсін, отбасыларыңызға амандық тілеймін. Неліктен мен осы мамандықты таңдадым? Менің болашақта таңдаған мамандығым үлкен белестерге жетеді деген ойда болған жоқпын. Бірақ мен болашақта өзімнің кішкентай кезімдегі арманыма қол жеткіздім. Менің арманым ұстаз болу. Қазіргі таңда мен мектепалды даярлық сыныбының мұғалімімін. Осы мамандыққа кереметтей нәтижеге жеткеніме өте қуаныштымын. Және балаларға оқытуым және осы балалармен жұмыс жасауым маған өте қызықты.